Okay, so in America, agriculture. Сонымен Американың ауыл шаруашылығында бізде мал шаруашылығының әртүрлі бағыттары бар, сүтті және етті. Бұл екі түрлі әлем. Сүтті мал сүті үшін, етті бұл сиыр еті. Біз мұнда сиыр етін өндіру туралы айтып отырмыз. Сондықтан біз бұл бизнестің қалай жұмыс істейтінін қарастырамыз. Етті мал шаруашылығындағы бизнес жануарлармен өткізілген кезеңдерге байланысты құрылады. Әр кезең өз кезегінде нарықтың әртүрлі қатысушылары жауап беретін белгілі бір процестерді қамтиды. Сонымен бірінші кезең бұл бұзау өндірушісі. Әдетте бұл сиырларды бағып және бұзауларды жайылымда 250 килограммға дейін семіртіп өсіретін шағын фермер. Ранчер ауа райы мен тәулік уақытына қарамастан жыл бойы жұмыс істейді. Әсіресе көктемде алғашқы төлдеген сиырларды тексеріп, жас жануарларға күтім жасаған кезде. Сонымен қатар ол қыста жануарларды азықтандыру үшін шөп жинаудың қамын ойластырады. Әдетте оның табыны 100 сиырға дейін жетеді. Бэкграундер, немесе малды өсіріп жетілдіретін адам. Бұл процестің келесі маңызды қатысушысы. Әдетте бұл кезеңде малды шағын немесе орта ранчоның иелері ұстайды. Мұнда бұзаулар белгілі бір салмаққа жеткенше жайылады. Фермерлер орта есеппен 500 немесе 1000 бас мал ұстайды. Негізінен бір отбасы жұмыс істейді. Ата-аналар, балалар мектептен кейін. Жалдамалы еңбекті сирек пайдаланады. Көбінесе өздері ғана жұмыс істейді. Олар өз ранчосын заманауи қылдыруға және жұмысты жеңілдетуге тырысады. Олар электр шопандарын, автоматты қақпаларды, жем таратқыштарды, жылтылатын автоматты суарғыштарды, жұмыс көлігін және тағы басқаларды пайдаланады. Бұл күнделікті қиын жұмыс және оның өркендеуі үшін сіз оны жақсы көруіңіз керек. Және сіз фермада тәулігіне 24 сағат болуыңыз керек. Ол сізді табысқа кенелте алады ма? Кенелте алады. Бірақ табандылық керек. Сонымен бұқашықтарды 300 бен 450 килограммға дейін өсіріп, ранчерлер оларды фидлотқа сатады. Яғни бордақылау алаңына. Бордақылау алаңдары бэкграундердің ранчосына қарағанда үлкенірек және әдетте 10 мыңнан астам ірі қара малды ұстайды. Бір қашада 150 мен 200 бас. Бордақылау алаңдарының рационында тері асты және бұлшық етішілік майдың мөлшерін көбейту үшін, яғни мәрмәрлігін арттыру үшін көп мөлшерде құнарландырылған жем 70% болады. Мұндай жемге көшу ас қорыту жолын бұзбау үшін біртіндеп жүргізіледі. 2 мен 4 апта ішінде рационда құнарландырылған жемнің мөлшерін арттырады. Бұл өндіріс кезеңінің соңғы кезеңі. Мал жеткілікті салмақ пен жағдайға жеткеннен кейін ет комбинатына жіберіледі. Біз қатысушыларды қарастырып шықтық. Ал енді олардың әрқайсының процестеріне толығырақ тоқталып өтіп, американдық фермерлердің тиімділігін іздестіріп көрейік. Сіз американдық бизнес үлгілерінің етті мал өсіру кезеңдерімен үндесетінін байқадыңыз. Американдық үлгіде қазақстандық үлгідегідей. Бірінші кезең бұл сиыр бұзау. Сіз төлдетуді қыста, көктемде, жазда және күзде өткізуге болатындығын білесіз. Төлдетуді жыл бойы өткізетін шаруашылықтар да бар, бірақ олар азшылық. Дәстүр бойынша ақшта төлдетуді көктемгі кезеңге жоспарлайды. Бұл экономикалық пайдалылығына байланысты. Себебі төлдетудің басқа маусымдарда өткізілуі бұзауларды қысқы кезеңде ұстауды көздейді. Бұл азық-түлік шығындарына байланысты бұзаулардың өзіндік құнын едәуір арттырады. Ең тиімсізі әрине жыл бойы төлдету. Өйткені ол бейберекеттік төлдету. Ол бірнеше айға созылуы мүмкін. Нәтижесінде біз әртүрлі жастағы бұзауларды аламыз. Бұл барлық ветеринарлық іс-шараларды жүргізуді және сатуды қиындатады. Көктемгі төлдетуде желіннен айыру әдеттегідей күзге сәйкес келеді. Яғни бұзауларды енелерінен бөлу жасы 6 айдан 7 айға дейінгі аралық. Тиісінше желіннен айырғаннан кейін бізде бұл бұзауларды өсіріп жетілдіруге жіберуге немесе сатуға мүмкіндігіміз бар. Және осылайша оларды қыста ұстауға кететін шығындардан аулақ боламыз. Алайда соңғы жылдары төлдету жайылымдық кезеңде, яғни мамыр мен маусымда өту үшін малшылардың көбі процестерді табиғатпен сәйкестендіруге тырысуда. Осылайша сиырлар мен бұзаулар шөп жинау қажет емес. Ауа райы жылы және жаңа туған бұзаулар үшін қолайлы. Бұл әлде қайда сау бұзаулардың туылуына
және мал өлімінің азаюына ықпал етеді. Бұзауларды емдеу үшін антибиотиктерді қолданудың қажеті жоқ, және бұл өте маңызды фактор. Себебі кез келген антибиотиктерді қолдану USDA нормасына сәйкес ет сапасының бірден төмендеуіне әкеледі. Демек осы бұзаулардың бағасының төмендеуіне, сондай-ақ жайылымдық төлдеуде шөп пен жұмыс күшін үнемдеуге болады. Мамыр мен маусымда немесе тіпті шілдеде төлдету өте жақсы жұмыс істейді. Бірақ бұл бұзаулар қазан немесе қараша айларында желіннен айыру үшін әлі кішкентай болуы мүмкін екендігін ескеру маңызды. Сондықтан кейбір фермерлер қыста бұзауларды сиырлармен бірге қалдырады және наурыз айында желіннен айырады. Бұл қысқы қиындықтарды жеңілдетеді, яғни сиыр табыны мен бұзау қорасының орнына бір тұтас табынмен ғана жұмыс істеу керек. Табиғатпен сәйкестендірілген жүйеде болашақта сапалы ет қалыптастыру үшін бұзауларды жемдегеннен гөрі сүтте ұстаған дұрыс. Кейінірек аналық сиырдан айыру табиғи процесс болып табылады. 9 немесе 10 айлық бұзауларға сүт қажет емес, ал сиырлар оны аз бөледі. Табиғатқа жақын жүйеде сиырлар бұзауларды қыс бойы емізеді. Ал келесі көктемде, келесі төлдегенге дейін олар бізге үлкен бұзауды береді. Егде жастағы бұзау енесімен және жаңа туған бұзаумен біраз уақыт қалады. Сәйкесінше олардың соңынан еріп бөлгенге дейін күйзеліске ұшырамайды. Ал ересек жаста бөлу оған жұмсақ өтеді. Желіннен айырғаннан кейін бұзаулар ранчода өз бағасын құрастыру жолын жалғастырады. Бен бұған дейін біздің ранчерлер бұзауларды табиғи жағдайға жақын өсіретінін айтқан болатымын. Олар бұзауларды сатып алып, жайылымда шамамен 100 күн ұстап, содан кейін оларды бордақылау алаңдарына сатып, осымен жұмысты аяқтай алады. Сонымен қатар олар малды қораларға немесе науаларға қойып, 90-120 күн бойы құрғақ жеммен, сүрлеммен және астықпен бордақылау арқылы одан әрі өсіріп жетілдіре алады. Егер біз толық рацион туралы айтатын болсақ, онда бұл күніне 2 рет жемдеу, таңертең және кешке. Күніне 2 рет жемдеу жануарларға үнемі және тұрақты түрде салмақ қосуға мүмкіндік береді. Рационды жануарлардың күні бойы қоректік заттарға деген қажеттіліктерін біркелкі таратып және жабатындай қылдырып құрастырады. Бұл мысалға 40-45% сүрлем, 35-40% құрғақ жем және шамамен 20-25% дәнді дақылдар болуы мүмкін. Көбінесе бізде жүгері, арпа, сұлы және бидай қолданылады. Сонымен қатар, біздің ранчерлер шектеулі рацион деп аталатын нәрсені қолданады. Жайылымнан кейін бұл рационды тағы 50 күн беруге болады. Қалай екендігін қазір айтып берем. Жануарлардың рационында құрғақ заттағы жасұнықтың мөлшерін азайтады және жанама өнімдерден алынған тиімді жасұнық деп аталатынды қолданады. Мысалы, жүгеріні қайта өңдегенде қалған дымқыл қалдықтар. Егер толық рационмен салыстырсақ, онда жемдеудің тиімділігі айтарлықтай 27%-ға жақсарады. Өйткені мұндай рационды мал жақсы сіңіреді. Шектеулі азықтандырудың артықшылықтарын қарастырайық. Біріншіден, мал күніне 2 рет емес 1 рет қана жемделеді. Бұл жемделу уақытын қысқартады. Жануарлар рационнан көбірек қуат алады. Сонымен қатар қашаларда тазартатын көңнің мөлшері азаяды. Бұл экологиялық көрсеткіштер тұрғысынан да, ранчерлер үшін де, еңбек сыйымдылығының аздығы жағынан да жақсы. Біздің жағдайда маусым мен климаттық ерекшеліктерді ескеру керек. Мысалы, Канзаста дала шөбінің бағасы қымбат. Тоннасына $120 асады. Сондықтан біз рационға тек 7,5% дала шөптері мен 7,5% жоңышқа қосамыз. Бұл азықтандыру тиімділігін арттырады және көп пайда келуі мүмкін. Шектеулі рацион кезінде бұзауларға арнайы хаттама бойынша күтім жасалатынын ескеріңіз. Олар міндетті түрде дегельминтизациядан, мүйіссіздендіруден және вакцинациядан өтеді. Енді міне, біз бордақылау алаңдарының жұмысына жеттік. Мұнда мәрмәр етін қалыптастыру үшін малдың ақырғы, жоғары қарқынды бордақылауы жүргізіледі. USDA-ның сапалық бағалауына сәйкес, тұтас етін алу үшін малды астықпен, сүрлеммен, шөппен және немесе ақуыз қоспаларымен қоректендіреді. Бұл бағалауға қысқаша тоқталып өтейік.
Өйткені технология соған байланысты. Сонымен, ақштағы барлық сиыр еті тексеріледі, бірақ барлық сиыр еті бағаланбайды. Сиыр етінің сапасын бағалау ерікті іс. Оны ақш ауыл шаруашылығының министрлігі жүргізеді, қысқаша USDA. Ол сиыр етін тұтас ет ретінде бағалайды. Сапалы бағалауды еттің балғындығын, сөлділігін және дәмділігін анықтау үшін жүргізеді. Алынған нәтижелерге байланысты етке 3 санаттың бірі тағайындалады: Prime, Choice және Select. Choice сиыр еті бізде ең кең таралған сорт. Ол іріктеп алынған сиыр еті өте балғынды және сөлді, бірақ Prime'ге қарағанда мәрмәрлігі төмен. 2022 жылы тексерілген сиыр етінің жартысы Choice сертификатына ие болды. Ал Select санаты жоғары сортты сиыр етіне қарағанда майсыз ет. Select'ке шамамен 21% ет жатқызылды. Оның мәрмәрлігі төмен. Сонымен қатар оған жоғары сортты еттердегі сөлділік пен дәмділік жетпейді. Ал Prime'де, яғни ең жоғарғы сортты өткен жылы сиыр етінің шамамен 2% ғана иеленді. Бұл еттің түрі өте балғынды және сөлді, мәрмәрдің ең жоғары деңгейіне ие. Әдетте Prime сиыр етін мейрамханалар мен қонақ үйлерден табуға болады. Мұндай етті астықпен жақсы қоректендірілген малдан алады. Біз бордақылау туралы жалғастырамыз. Бордақылауға түскендегі малдың салмағына, азықтандыру жағдайына және қажетті бағалауға байланысты біздің азықтандыру кезеңіміз 90-нан 300 күнге дейін созылуы мүмкін. Орташа алғанда мал салмағының өсуі күніне 1-2 килограмм құрайды. Мұндай нәтижелерге қол жеткізу үшін рацион келесі арақатынаста жасалуы керек. Әр 1 килограмм салмақ өсуіне шамамен 6 килограмм құрғақ жем. Есіңізде болсын, желіннен айырғанға дейін бұзаулар қоректік заттардың көп бөлігін шөптен алады. Желіннен айырғаннан кейін бордақылау кезінде рацион әдетте дән мен ақуыз концентраттарының 70-90%-ын құрайды. Мұнда әлемдік нарықтарға экспорттау үшін ет 24 айға толмаған жануарлардан алынуы керектігін ескеру маңызды. Егер сіз осы жастан асырып алсаңыз, онда сіз коммерциялық сатылымға өтесіз. Онда баға айтарлықтай төмен. Біз ең маңыздысына жеттік. Мал шаруашылық бизнесінде барлығы шығындар мен табыстың арақатынасында. Сізге аналық сиырды күнделікті азықтандыру қаншаға шығып жатқандығын және бұзауды күнделікті азықтандыру қаншаға шығып жатқандығын нақты білу керек. Бұл негізгі шығындар. Етті бизнестегі шығындарыңыздың шамамен 75-80%. Егер біз шығындар туралы сөз қозғаған болсақ, онда Америкада фидлоттар үшін, яғни бордақылау алаңдар үшін, олар келесідей: азықтандыру шығындары жалпы шығындардың шамамен 60-70%-ын құрайды. Бұған құрама жем, шөп, сүрлем және басқа да жем ингредиенттерін сатып алу кіреді. Бір бастың шығыны $556 құрайды. Бұл шөп, дәрі-дәрмек, тұз, минералдар, қосымша жем, пайыздар және маркетинг шығындары. Бұл шығындарға жұмыскерлердің жалақысы мен жердің құны кірмейді. Екінші, жалақы. Жалпы шығындардың 10-15%. Бір ковбойдың, яғни шопанның жалақысы, оның тәжірибесі мен біліктілігіне байланысты сағатына $16-дан $28 құрайды. Үшінші, ветеринарлық қызмет. Жалпы шығындардың 10%-на дейін. ақш-тағы ветеринардың орташа жалақысы жылына $123 мың құрайды. Бұл айына $10 мың немесе сағатына $83. Сонымен қатар, бұл жалақының орташа деңгейі ғана. Жалақының жоғары деңгейі жылына $190 мың дейін жетуі мүмкін. Бұл айына $15 мың. Сіз ветеринарға төлеуіңіз керек жалақы деңгейі оның тәжірибесіне байланысты. Яғни, егер сіз білікті, тәжірибелі ветеринарды жалдағыңыз келсе, онда сізге шығындалуға тура келеді. Сіз байқағаныңыздай, ветеринардың жалақысы ковбойдың жалақысынан 4 есе жоғары. Төртінші, энергия мен су жалпы шығындардың 5-10%-ын құрайды. Бесінші, инфрақұрылым мен жабдыққа байланысты шығындар жалпы шығындардың шамамен 5-10%-ын құрайды.
Бұл қоршауларға, астауларға, жем сақтауға арналған ғимараттарға техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу болуы мүмкін. Сондай-ақ мұнда ауыл шаруашылық техникасы мен басқа да қажетті жабдықтардың амортизациясы болуы мүмкін. Мен жоғарыда айтқанымдай, сиырдың жылдық өзіндік құны $500 $1000 дейін. Бұл жағдайда табыс сиыр етінің мәрмәрлігіне және сиырдың салмағына байланысты. Мен сізге етті мал шаруашылығы нарығының қатысушылары жануарлармен өтетін процестер туралы айтып бергеннен кейін, сиыр бұзау, өсіріп жетілдіру бизнесі қалай жұмыс істейтінін және бордақылау алаңдарында не болып жатқандығын сипаттағаннан кейін, сізге өз бизнесіңізде қалай көбірек ақша табуға болатындығы қызықтыратын шығар. Мысалға, бұзау өндірісі мен өсіруді біріктіруге бола ма? Егер фермер жай ғана сиыр бұзау үлгісіндегі бизнесті ұстанғысы келсе, оған тек трактор мен рулондарды жинау үшін пресс-подборщик және пикап қажет. Яғни арнайы техникалық жабдық және басқа шығындар қажет емес. Тек бұзауларды өсіріп оларды сатасыз. Содан кейін тек қыс бойы аналық сиырға күтім жасау ғана қалады. Бұл жақсы өмір. Егер бұл сізге жайлы болса жақсы. Америкадағы көптеген ранчерлер солай жасайды. Олардың барлық айналысатыны осы ғана. Қосымша олар фермасында сататын жүгері, арпа немесе басқа дақылдарды, жемді өсіре алады. Қосымша табыс үшін шағын фермерлер мен ранчо иелері аукциондарға белсенді қатысады. Бұл сізді жобалағаныңыздан бір-екі есе көп ақша тігуге мәжбүрлейтін қызу сатылымды құру әрекеті. Өйткені сіздің бойыңызды сол сәт кернейді. Аукционға қатысушылар жануардың салмағына, тұқымына және жасына қарайды. Ауа райы мен фьючерстік нарықтар сияқты сыртқы факторларды ескереді. Қолдың көрінер-көрінбес көтерілуі ақша тігуді білдіреді. Ал ең жоғары бағаны тіккен адам малды алып кетеді. Нарықтағы салауатты бәсекелестік тауар үшін тең дәрежеде бәсекелесетін көптеген шағын өндірушілер мен сатып алушылар бар еркіндігін білдіреді. Нәтижесінде бірде-бір ойыншы бағаны шамадан тыс бақылауға алмайды. Бірақ кемшілігі де бар. Мал шаруашылығы оңай жұмыс емес. Бұл бизнес әртүрлі экономикалық, баға және климаттық ауытқуларға өте сезімтал. Мысалы, біз ақш-та құрғақшылыққа байланысты сиыр етінің жетіспеушілігіне тап болып отырамыз. Мысалы, Оклахомада, Техаста, өткен жылы Монтанада, солтүстік Дакотада қатты құрғақшылық болды. Сол үшін малдарын ештеңемен азықтандыра алмады. Бұл біздің жас ранчерлерімізді жоғалтуымыздың себебі. Бұл өте ауыр бизнес саласы, егер тек сіз жерді мұрагерлікке алмаған болсаңыз. Ал Америкада бүгінде жер сатып алу өте қиын. Өйткені жайылымдар гектарына $5000 $6500 дейін тұрады. Ал шабындықтың бір гектары $30-40 мың тұрады. Сонда бұл елеулі сомалар. Осының барлығына байланысты өнімнің өзіндік құнының жоғарылығы соншалық, жас адамға ранчоны ұстап қалу өте қиын. Бұл теледидардан көрсететін әдемі жайылымдар, серуендейтін сиырлар сияқты гламур емес. Ранчоны мұрагерлікке алғандар, егер бұл отбасы үшін негізгі табыс көзі болса, тек 100 ғана сиырды ұстайды. Ал егер басқа табыс көзі болса, онда 500-1000 бас. Кейде мұрагерлер өз фермаларын ірі компанияларға басқаруға тапсырады. Ал кейде сатады. Модельдердің үйлесімі туралы айтатын болсақ, фермерлер көбінесе ранчерлікті, яғни сиыр бұзау үлгісін және өсіріп жетілдіруді біріктіреді. Және кейде фидлотты қоса ұстайды. Ол отбасының мүмкіндігіне және қызығушылығына байланысты. Бұл екі үлгіні өтімсіз астығы, немесе сапасыз астығы бар егіншілік фермерлері маржамен сату үшін белсенді түрде үйлестіреді. Сонымен қатар оларда сатылатын сапалы астық болуы мүмкін. Мұндай егіншілік фермалардың өз малдары бар. Кейбіреулері мал сатып алады. Оны бірнеше ай ұстайды және фидлоттарға сатады. Есіңізде болсын, тұрақты жем-шөп базасыз өсіріп жетілдірумен айналысу мүмкін емес. Және
тиімді емес. Егер сізде егіншілік шаруашылығы болса, барлық кірістер мен шығындарды, соның ішінде сіздің фермаңызда өндірілген жем шығындарын ескере отырып, егіншілік шаруашылығы мен мал шаруашылығының табысын міндетті түрде үйлестіріңіз. Онда сіз өзіңізден жем сатып алған сияқты боласыз. Біздің фермерлердің көпшілігі 5 пен 7 ұрпақтың мұрагерлік фермалары. Мысалы, біздің отбасымыз ранчомен 100 жылдан аса айналысып келеді. Олар бірнеше рет тауықтан, бір сиырдан және қорадан бастады. Қазір бұл шамамен 9000 гектар алқап. Оның 2,5 мыңы суарылатын. Сондай-ақ бізде 10.000 бас малға арналған бордақылау алаңы бар. Бұл үшін біздің отбасымыздың бірнеше буыны жұмыс істеді. Біз барлық процестерді білеміз. Біз әрқашан бизнестің экономикасын өзіміз санаймыз. Бірақ қазір бізге көмектесетін диетологтар мен мал дәрігерлері сияқты кәсіпқой мамандар бар. Тұрақты нәтиже болу үшін кәсіпқой мамандармен жұмыс істеу керек. Етті бизнестің үлгілері бір-бірімен қиылысқанына қарамастан технология мен тәсілдерде айырмашылықтар бар, және олар өте көп. Мен сіздермен американдық фермерлердің неде тиімді екендігімен бөліскім келеді. Бұл сіздің бизнесіңізді дамытуға септігін тигізсін. Сату бұл кірісті қалыптастыру нүктесі, және бұл өте маңызды. Өйткені сіз малмен не істесеңіз де, оны өзіңізге және отбасыңызға қамқор болуға мүмкіндік беретін қаражат үшін тиімді сатуға дайындайсыз. Ішкі нарықтағы сатылымға келетін болсақ, біз барлық процестерді мүмкіндігінше пысықтауға және алдын ала ойластыруға тырысамыз. Келісім шарттық сату кепілдендірілген кірісті қамтамасыз етеді. Мысалы, сатып алушымен алдын ала келісілген бағамен белгілі бір мал санына мәміле жасауға болады. Бұл қаржылық тұрақтылық пен болжамдылықты қамтамасыз етеді. Келісім шарттық сату біздің фермерлерге ең жақсы нарықтық кепілдіктерді иеленуге мүмкіндік береді. Сіз сапалы ет немесе белгілі бір мал тұқымдары үшін сыйлыққа бағасын төлеуге дайын сатып алушылармен келісім шарт жасай аласыз. Сатып алушылармен ұзақ мерзімді шарттар жасасу арқылы біз тұрақты серіктестік пен сенім орнатамыз. Бұл қайта тапсырыстар, нарықтағы ұсыныстар және әрине бизнесті нығайту. Келісім шарттық сату сонымен қатар нарықтағы тұрақсыздыққа байланысты кейбір тәуекелдерді азайтуға көмектеседі. Мысалы, малды белгіленген бағамен жеткізуге келісім шарт жасауға болады, және бұл мал бағасының ықтималды ауытқуларынан қорғайды. Бұл ауытқулар сіздің Қазақстанда да бар. Мен айтқанымдай, сіз келісім шартта белгілі бір тұқымды да көрсете аласыз. ақш ранчерлерінің арасында бірнеше танымал тұқымдар бар. Оларды сатып алушылар белгілі бір еттің сапасы үшін бағалайды. Мысалы, ангус. Оның еті сапалы. Мәрмәрліктің үлесі өте жоғары. Ангустарды әртүрлі климаттық жағдайларға бейімделу қасиеті және жас малының жоғарғы өміршеңдігі үшін бағалайды. Мысалы, Герефордтар жоғары өсімталдығы және жақсы аналық инстинктпен танымал. Шароле бұл ұзақ өсетін тұқым. Ол 24 айға дейін бұлшық ет салмағын қосады және жақсы бұлшық етке ие. Шароле көбінесе ет сапасын жақсарту және өнімділікті арттыру үшін басқа тұқымдармен будандастыру үшін қолданылады. Лимузиндер жемшөптің жоғары конверсиясымен және жақсы өсімталдығымен танымал. Ал олардың етінде май аз. Егер бағаны құрастыру туралы айтатын болсақ, онда қазіргі бизнесте бәрі әрқашан маркетингпен байланысты. Сату үшін азды көпті жақсы уақыт бар. Сонымен, ақш-та бізде барбекю маусымының әртүрлі уақыттары бар. Мысалы, сәуір маусым айларын алайық. Осы уақыт аралығында адамдар барбекюге барады. Бұл дегеніміз сол уақытта ет қымбаттайды. Сондықтан сіз малдың құндылығын жоғарылату үшін осы уақыт аралығына түсуге тырысасыз. Өз етіңізге сұранысты арттыратын және оны ұзақ уақыт аралығында жоғары бағамен сатылатын өзіңіздің тәсіліңізді табыңыз. Біз жоғары бағаны қозғағандықтан бүгінде ақш-та мамандандырылған бағдарламалар бар. Олар бойынша мал бизнесінде сіз бағаға сыйақы аласыз. Мысалы, GAP бұл
мал өсірушілердің жаһандық серіктестігі. VNB бұл тексерілген табиғи сиыр еті. NHTC бағдарламасы бұл гормоналды өңдеуден өтпейтін мал. Егер сіз кәдімгі коммерциялық малмен айналысқыңыз келсе, жарайды, онда сіз арнайы бағдарламаға қатыспайсыз, және бұл туралы алаңдамайсыз. Бірақ бағдарламаларға қатысу арқылы сіз көбірек пайда таба аласыз. Мысалы, бүгінде ақш нарығында GAP малына бізде әлемдегі және елдегі ең жоғары сыйақы белгіленген. Бұл нарықтық бағаға қосылатын $425, және бұл керемет. Бірақ сіз антибиотиктерді қолдана алмайсыз. Жағдайды жақсарту үшін басқа заманауи технологияны қолдана алмайсыз. Мысалы, егер жануар ауырып, фермадағы мал өлімінің деңгейі жоғарылап жатса, онда сіз тиімділікті жоғалтасыз, және өндірістің жоғарғы өзіндік құнына ие боласыз. Сондықтан бұл өтелу керек. Содан кейін VNB бар. Табиғи сиыр етінің верификациясы. Мұны GAP-дан бір сатыға төмендеу деп айтуға болады. Сіз әлі де гормоналды импланттарды қолдана алмайсыз, бірақ кейбір антибиотиктерді қолдана аласыз. Ақырында NHTC non-hormone treated бұл гормоналды өңделмеген мал. Онда сіз құлақ терісінің астына енгізетін гормондық импланттарды қолдана алмайсыз, бірақ қалғанның бәрін қолдана аласыз. Мысалы, ионофорлар немесе жемшөптің тиімділігін арттыруға арналған өнімдер. Бағдарламалардың әрқайсысында сіз арнайы сертификаттаудан өтіп, нақты ережелерді сақтауыңыз керек. Есіңізде болсын, әр төмен қадам сізге аз және одан да аз пайда келеді. Сондай-ақ сізде ранчо иесінің сатып алынған, сосын әкелінген, барлық антибиотиктерді берген, импланттарды енгізген қарапайым тауарлық мал болуы мүмкін. Жалпы қарапайым малды экспортқа сатуға болады, бірақ оның көп бөлігі ақш-та қалады. Есіңізде болсын, ақш-та еттің тек 10% экспортталады. Тек 10%. Олардың 35% Жапонияға тиесілі. Бұл Қазақстан сияқты елге, көршілеріне қарағанда, мысалы Қытайға қарағанда, үлкен артықшылық береді. Ақша сұрақтарынан технологиялыққа көшеміз. Біздің міндетіміз сау малды сақтау және өсіру. Сонымен қатар сапалы етке қол жеткізу болғандықтан жануарларға тиісті ветеринарлық күтім қажет. Американдықтардың вакцинациямен алдын алудың маңыздылығына деген көзқарасын асыра бағалау мүмкін емес. Мал дәрігерлері жануарлардың денсаулығы мен өнімділігін сақтауда және ауруларды алдын алу мен бақылауда маңызды рөл атқарады. Дені сау жануарлардың салмақ қосуы жоғары, азықты сіңіруі тиімдірек және ауруға бейім емес. Бұл бизнестің өнімділігі мен кірістілігін арттырады. Мал дәрігерлері көптеген фермаларда жұмыс істейді және фермерлерге тиісті дәрі-дәрмектерді таңдауға, қажетті дозаны және қолдану әдісін анықтауға көмектеседі. Бұл малды өлімнен сақтайды және медициналық қолдауға деген ықтимал шығындарды төмендетеді. Мал дәрігерлері сонымен қатар фермерлерге ранчоны немесе сол фидлотты басқару бойынша кеңестер береді. Бізде мал дәрігері бірінші кезекте технологтар. Олар азықтандыру жоспарларын жасауға, оңтайлы азықтандыру рациондарын таңдауға, ұстау жағдайларын жақсартуға және сою мен өңдеу процестерін оңтайландыруға көмектеседі. Мұның бәрі сіздің табыстылығыңызға да әсер етеді. Біз өз малымыз туралы бәрін білеміз деп ойлауымыз мүмкін, бірақ бәрінен хабардар болуға біздің уақытымыз жетпейді. Сондықтан кәсіпқойларға сеніңіздер және сізге көмектесу үшін жақсы диетологтарды, мал дәрігерлерін жалдаңыздар. Олар сіздің өзіндік құныңыздың бір бөлігі ретінде бір бас есебінен алғанда ақша тұрады. Бірақ сіз түнде жақсы ұйықтайсыз және сіздің жануарларыңыз ең жақсы күтімді алып жатқандығын білетін боласыз. Ветеринарлық шығындарды азайту үшін мен
Фермерлер тобын біріктіріп, бір кәсіпқой жалдауды ұсынам. Осылайша қызметтердің құнын барлығыңызға бөліңіз. Біз малдың өмір сүруі мен денсаулығын қамтамасыз еткенде, бәрі бизнес үлгісіне және қолданылатын технологияларға байланысты. Солар туралы сөйлесейік. ақш-тағы сиыр етін өндірушілер тарихи тұрғыдан технологияларды қолдануға бағытталған. Біз тиімділікті барлық жағынан іздейміз. Үй-жайларды салуда, малды күтіп бағуда, азықтандыруда, өсіруде. Бүкіл процесс жылдар бойы ойластырылған, орталықтандырылған және реттелген. Біз барлық жұмысты механизациялауға тырысамыз. Олай сенімдірек. Техника аз шаршайды. Сондықтан біз жемді дайындау үшін әртүрлі техниканы, соның ішінде тракторды қолданамыз. Америкада техниканы лизингке сатып алуға болады. Егер оны жиі пайдаланудың қажеті болмаса, немесе сатып алуға мүмкіндік болмаса, онда сол тракторды оңай жалға алуға, немесе бірнеше көрші фермаларға бірігіп, бір трактор сатып алуға болады. Солай американдық фермерге жұмыс күшінің қажеттілігі аз, яғни ол ақша үнемдей алады. Себебі ақш-та жалдамалы жұмыс күші өте қымбатқа түседі. Техника болған жағдайда бір отбасына 1000 басты ұстау қолынан жақсы келеді. Фермерге малға күтім жасау процестерін жем-шөп таратқыштар, электронды шопандар, жылытылатын науа, бекіткіш белдектер, сканерлер, малды электронды сәйкестендіру, яғни биркалар тағы да басқалары жеңілдетіледі. Мал биркаларын революциялық технология деп атауға келмейтін шығар, бірақ малға арналған заманауи RFID белгілерін орналасқан жерін бақылауға немесе сәйкестендіруге ғана қолданбайды. Оларға көбірек ақпарат жазылуы мүмкін. Мысалы, жануарлардың денсаулығы, өнімділігі, өсіру және тағы басқалары. Бұл технология фермадағы операциялардың тиімділігін арттырады. Ол сондай-ақ аурудың таралуын болдырмауға көмектеседі. RFID тегінің көмегімен жануардың орналасқан жерін, қозғалысын, рационын және мінез құлқын бақылауға, және оның қай жерде ауру жұқтырғанын түсінуге болады. Заманауи технологиялар азықтандыруда да қолданылады. Мысал ретінде рациондар арнайы құнарландырылған жеммен толықтырылады. Мұндай тәсіл жануарлардың ақуызға, энергияға, дәрумендерге немесе минералдарға деген қажеттіліктерін қанағаттандырады. Сондай-ақ бізде тамақ қоспалары немесе құлақ терісінің астына енгізілетін гормоналды импланттар сияқты өсу үдеткіштері кеңінен қолданылады. Өсуді ынталандыру және тиімділікті арттыру үшін дәстүрлі антибиотиктерге балама ретінде эфир майлары, минералдар, пребиотиктер және пробиотиктер қолданылады. Бірақ кез келген жағдайда мал дәрігерінің келісімі қажет. Ерекшелік тек брендтелген сиыр етін өндіретін бағдарламаларда. Олар кез келген импланттарды немесе антибиотиктерді қолдануға тыйым салады. Мұндай ірі қара малды өсіру бағдарламалары қосылған құны бар белгілі бір нарықтарға бағытталған. Мен ол туралы сіздерге айттым. Тиімділікке бізде бар ресурстарды сақтауды да кіргізуге болады. Табиғи ресурстар. Мен жайылымдарды сақтау туралы айтып отырмын. Бұл біздің елімізде өте құнды ресурс. Сондықтан жайылымдарды сақтау мақсатында ранчерлер айналмалы жайылыммен айналысады. Жануарлар шамамен 10-14 күнде бір рет жайылымның бір бөлігінен екінші бөлігіне ауыстырылады. Бұл схема ресурстарды оңтайлы пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл ретте шөптің сапасын жаңарту және жақсарту үшін біз әр 3-5 жылда жайылымдарды егеміз. Біз жайылым туралы әңгіме қозғағандықтан, оларға күтім жасау туралы қысқаша айтып берейін. Әдетте жайылымдар күздің басында салқын маусымға дайындалу үшін егіледі. Сондай-ақ көктемде ауа райының жылуына байланысты егуге болады. 3-5 жылда бір рет егу сіздің жайылымыңыз тек толығымен тамырланған жағдайда ғана жұмыс істейді. Бірақ егер сіз әлі де қалың және сау жайылымдарды құру үшін жұмыс істеп жатқан болсаңыз, онда мен сізге жылына бір рет немесе тіпті 2 рет күзде де көктемде де егуді ұсынамын. Бірінші қадам, сіз нақты не егетініңізді шешуіңіз керек. Көктемде бір, күзде мүлдем басқа шөптер егіледі. Әрі қарай
Егуден 6 мен 12 ай бұрын топырақ талдауын жасау қажет. Оның нәтижелері тыңайтқыш қажет пе, жоқ па, және қажет болса қандай қажет екендігін көрсетеді. Сіздің топырағыңызда сіз отырғызатын өсімдіктерге сәйкес келетін pH деңгейі болуы керек. Өсімдіктер үшін оңтайлы pH, яғни қышқылды сілтелік тепе-теңдік 5,5-нан 6,5 бірлікке дейін. 7-ден төмен топырақ қышқыл, ал 7-ден жоғары сілтілі, яғни барлық өсімдіктер үшін қолайлы емес дегенді білдіреді. Егуден 3-6 ай бұрын жайылымның қазіргі жағдайын бағалаңыз. Егер оның құрамында қажетті өсімдіктер 50%-дан аз болса, онда толығымен қалпына келтіру керек. Яғни, барлық өсімдіктерді жойып, қайтадан бастау қажет. Егер сіздің жайылымыңызда қажетті өсімдіктердің 50 мен 70% болса, оны жай ғана егуге болады. Бұл сандарды осы пайыздарды қалай анықтауға болады? Ең қарапайым әдіс жайылымды бағалау дискісі деп аталады. Сіз пластикалық дискінің шетіне көрсеткіш оқты саласыз. Фризбиді алуға болады. Және оны жайылымға кездейсоқ лақтырып отырасыз. Ол жерге түскен сайын сіз көрсеткіш бағытталған нәрсені жазып отырасыз. Шөп, арамшөптер, жалаңаш жер. Осындай 20 немесе одан да көп лақтырудан кейін бақылауларыңызды талдаңыз. Егер мысалы, 20 лақтырудың 15-і арамшөптерге немесе сізге қажет емес басқа өсімдіктерге түссе, жайылымды қалпына келтіру керек. Егуден 1 апта бұрын жайылымды дайындаңыз. Жайылымда бар өсімдіктер жаңа көшеттерді көлеңкелеп тұрады. Сондықтан бұл бәсекелестікті ең төмен шамаға жеткізу маңызды. Егер сіз жайылымды егетін болсаңыз, 1 күн бұрын шөпті өте қысқа қалдырып шабыңыз. Немесе оны сіздің малыңыз мүмкіндігінше жайылып бітірсін. Қалпына келтіру кезінде сізде бар өсімдіктерді жоюдың 2 нұсқасы бар. Біріншісі селективті емес гербицидті қолдану. Екіншісі өсімдіктерді көму арқылы жерді өңдеу. Егу күндерін жоспарлағанда ауа райын қадағалаңыз. Мүмкін болса жаңбыр болжанған кезде отырғызыңыз. Бізде егудің ең көп таралған 2 әдісі бар. Тұқымды себу және тұқым сепкішті пайдалану. Сәтті егудің кілті әрине тұқымның топырақпен байланысы. Оларды 3-6 мм-ден тереңірек көмуге болмайды. Сол кезде тұқымның айналасында біркелкі ылғалдылық болады. Жайылым алдында өсімдіктер мықты тамыр жүйесін құру үшін жайылымды демалдыру керек. Егер сіз мал бағуды тым ерте бастап кетсеңіз, сіздің жануарларыңыз өсімдіктерді тамырымен жұлып алуы немесе тым көп жапырақты жеп кетуі мүмкін. Осыған байланысты енді өсімдіктер қалпына келе алмайды. Өсімдіктерге тамыр жаюға неғұрлым көп уақыт берсеңіз, соғұрлым жайылым малдың жайылуына жақсы төтеп бере алады. 6 ай демалдыру жақсы уақыт. Бірақ 1 жыл одан да жақсы. Жайылымды демалдырып жатқанда оны шабуға болады. Сол кезде ол жақсы қалыңдайды. Әлі шаршамаған болсаңыз, менде сізге бірнеше қысқа, бірақ маңызды кеңестер бар. Мен оларды өзім ұстанам. Бірінші кеңес: өз шығындарыңды біл. Бұл өте маңызды, өйткені сіздің өндіріс шығындарыңыз ең үлкен бақылау нүктелерінің бірі болып табылады. Біз міндетті түрде жасайтын нәрселердің бірі есеп жүйесі. Біз бәрін қадағалаймыз. Мен жақсы бухгалтерлік бағдарламалар туралы айтып отырмын. Олар түсінікті түрде және олар бұрынғыға қарағанда айтарлықтай арзандады. Сонымен қатар тағы да мамандарға хабарласудан қорықпаңыз. Олар санап беруге көмектеседі. Өнімнің өзіндік құнын төмендету американдық фермердің басты мақсаттарының бірі. Сіз өзіндік құнды шөптің арқасында төмендете аласыз. Бұл тегін емес, бірақ өте арзан, және кез келген ранчоның көп бөлігі жайылым. Сізде мол, арзан жайылымдар бар. Екінші кеңес: сол жерде болыңыз. Сіз кеңсеге ие бола аласыз және кеңседен ранчоны басқара аласыз. Бірақ ол тек сізде жақсы менеджерлер болса ғана. Ал сізге ранчода жақсы менеджерлер қажет. Бірақ алдымен сіз өзіңіз жұмыс істеуіңіз керек. Әсіресе егер сіз ақша тапқыңыз келсе.
Егер сіз өз бизнесіңізді білмесеңіз, сіз сәттілікке жете алмайсыз. Сіз өзіңіздің бизнесіңізді зерттеуіңіз керек. Сіз сиырларыңыздың аттарын білуіңіз керек, және олардың көңіл күйін білуіңіз керек. Сіздің әл-ауқатыңыз жануарлардың әл-ауқатына байланысты. Үшінші кеңес. Оқы. Сіз интернетке кіріп курстар өте аласыз. Мысалы, бізде BQA, Beef Quality Assurance деп аталатын бағдарлама бар. Яғни сиыр етінің сапасын қамтамасыз ету. Ол ақштағы сиыр етін өндірушілерге жақсы мал шаруашылық үлгілерін, ірі қара малды оңтайлы басқару жағдайында өсіру туралы танылған ғылыми біліммен қалай біріктіруге болатыны туралы жүйелі түрде ақпарат береді. Біздің жүйедегілердің барлығы, кеңсе хатшылары, тасымалдаушылар, ковбойлар, барлығы осы сынақтан өтіп, бағдарламаны оқып алулары керек. Біз мұны үнемі жасаймыз. Сіз де біздің курстан өте аласыз. Егер сізде бұл іске қызығушылық болса, онда сіз YouTube материалдарын зерттеу арқылы көп нәрсені үйрене аласыз. Мысалы, ақшта Hefty Brothers Egg арнасы бар. Бұл егіншілік үшін өте маңызды ресурс. Ветеринарияны кем дегенде базалық деңгейде үйреніңіз. Білесіз бе, бүгінде ақшта мал дәрігері болу дәрігерге қарағанда қиынырақ. Мал дәрігері тағамның сапасы туралы бәрін біледі. Қандай жақсы вакциналар бар екенін түсінеді, және тағы басқалары. Сіз де мұны аз болса да білуіңіз керек. Төртінші кеңес. Жануарды жақсы ұстаңыз. Өз жануарларыңызды бағалаңыз. Оларға жақсы, мейірімді болыңыз. Бұл жай ғана жануарды сау етеді, және ол үшін күйзелісті азайтады. Жануарлар адамдар сияқты күйзеліске ұшырайды. Бұған жол бермеу сіздің міндетіңіз. Бесінші кеңес. Жануарлардың азықтануын дұрыстаңыз. Көбінесе фермерлер жануарлардың дұрыс азықтануы қандай болу керектігін білмейді. Барлық осы дәрумендер, минералдар және денсаулық адамдық сияқты. Мал дәрігерді немесе диетологты шақырыңыз. Ол сіздің мақсаттарыңыз бен мүмкіндіктеріңізге сәйкес дұрыс рационды құрастырып береді. Малды ұстау мақсатына, тұқымына, жасына және сіздің азық-түлік базаңызға байланысты рацион әртүрлі болуы мүмкін. Алайда көбінесе рационға келесі компоненттер кіреді. Қара шөп, шөп, сабан 70-80%. Астық, жүгері, арпа, соя 10-30%. Ақуыздар, құрама жем, сүрлем 5-20%. Және дәрумендер мен минералдар. Жануарларыңызға таза суға үнемі қол жеткізуді қамтамасыз етіңіз. Бұл мал өнімділігі үшін өте маңызды. Сондай-ақ ірі қара мал күйіс қайыратын жануар екенін және ең алдымен жайылым оған ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істеу үшін жасұнық пен талшық беретінін ұмытпаңыз. Дұрыс дайындалған рационның нәтижесінде сіз сау және мықты жануарларға ие боласыз. Алтыншы кеңес. Сиыр қоралары туралы ұмытыңыз. Мен көрген ең тиімсіз іс-шаралардың бірі малды қораларға қою. Неліктен бұл жаман? Температураның айырмасы мал денсаулығына жаман әсер етеді. Жануар қыста пневмониямен ауырады, өйткені ол жазда қорада қызып кетеді және қыста төмен температураға дайын емес. Егер сізде азықтандыру дұрыс болса, оларды ашық аулаларға қоюға болады. Біздің мал ешқашан қорада тұрмайды. Биылғы жылы бізде ең қатал қыстың бірі болды. 2,5 метрден астам қар жауды. Бірақ біз қардан қорықпаймыз. Суықтан қорықпаймыз. Біздің малда қорықпайды. Бұл кеңес одағының малды қорада ұстау керек деген ескі ойы. Біз де мұны жасадық. Менің арғатам мұны бірнеше жыл бұрын солтүстік Дакотада жасаған. Бірақ біз одан алыстадық. Жаңа технологиялар пайда болды. Олардың зиянын дәлелдейтін зерттеулер пайда болды. Сиыр етінің бизнесінде бұл бизнесте бұрыннан жүрген адамдармен бірге жұмыс істеу өте маңызды. Біз бизнес туралы көп білеміз, бірақ біз әлі де консалтингтік топтарды қолданамыз және солай істейміз. Сондықтан менің Қазақстанның жас фермерлеріне айтқым келетіні, өздеріңнің мақсаттарыңа және ұлы қазақстандық ранчер болу деген армандарыңа жетуге көмектесу үшін
оқыңыздар, курстардан өтіңіздер.